Орта бойлы, толықша келген қызыл шырайлы қыз. Бет ажарында уылжыған жастық нұры ойнайды. Маңдайына төгілген кекіл шашы да бір еркелік сипат береді өзіне. Мойылдай қап-қара көзі жаудырап, еріндері бүлдіргендей еріп тұр. Екі қызды киноға ертіп барып, кешті көңілді өткіздік. Екеуміз қайтып келе жатқанда, «Бағың бар екен, Қажеке, шекер жақсы қыз» дедім мен. Сол қызды өзім алатындай қуанып. «Қатты сүйесің бе өзің?» Не десем екен, әйтеуір сол жаққа күнде бара бергім келеді. Ажарына қараудан бір тоймаймын. Сонда қалай болғаны? Сүйетін болдың ғой. Білмеймін. Тосыннан бір күш келді де, жан дүниемді астан кестең етті. Еркімнен айырылып қалдым. Жақындықтарың қай деңгейге жетті деп сұраймын әуестікпен. Сүйісіп жүрміз ғой әйтеуір. Ол құлағына дейін қызарып кетті. Сол күннен бастап қажымның тіршілігі мүлде басқа арнаға түсті. Шекерге бүкіл жан тәнімен құлай берілді ол. Шын ғашық сондай-ақ болар. Махаббаттың дүлей күші бейшара жігітті қаңбаққа айналдырып жіберді. Жек көрсе де, жақсы көрсе де тұла бойымен түгел, омырыла құлайтын бір адамдар болады ғой. Қажым да сол күйге ұшырады. Мұндай махаббат тек жаны таза, табиғаты құнарлы адамдарда ғана болады. Сол шақта оның бойына біткен қайратқа күні бүгінге дейін таңғалам. Қыдырудың сыртында сабақты да түбін түсіре оқып жүрді. Әр күні таңертең орнынан қуана, құлшына түрегелетін. Содан бастап көзі ұйқыға барғанша тыным алмайтын. Біз қыздармен көп қыдыратын болдық. Жаңа кино мен театрдан құр қалмаймыз. Қолы қысқа болса да, Қажым жоқшылығын білдірмей, қалтасындағы соңғы сомын қуана-қуана жұмсап жүрді. Әншейінде жарты сағаты текке өтсе зыр қағатын жігітім, енді қыз қақпасының алдында өткен уақытын ең бір мағыналы минуттардай сезінетін секілді. Театрдың киім ілетін жерінде ол да бір құшақ пальтоны рахаттана көтеріп тұратын болды. Қысқасы, шекер үшін Қажым жер шарын жаяу айналып шығуға да дайын еді. Сүйген кезінде адамның қолынан келмейтін нәрсе болмайды ғой. Шіркін, сондай шақта қыздардың қоятын талабы биік болса, мына біздер бұдан гөрі басқаша болар едік-ау. Көктемнің бір кешінде Шекер бірінші рет біздің бөлмеге келді. Қажымның туған күнін сылтауратып, бірнеше жолдастарымен қоса шақырғанбыз. Шекер жігіттерге де ұнады білем. Кеш тым көңілді өтті. Ән шырқалып, әңгімелер айтылды. Ортасында өңі тәуір қыз отырғанда, жарқ етіп көзге түскісі келетін жігіттердің әдет емес пе? Әркім ақ шамасы келгенше сілтеп жатыр. Неге екені белгісіз, тек Асылхан ғана өзін салқын ұстады. Басым ауырып отыр, деп ештемеге араласқан жоқ. Арақты да аз ішіп, бір шетте моп-момақан отырды да қойды. Қонақтар тарап оңаша қалған соң, қыздар туралы әңгіме қайта қызып, қауқылдасып көп отырдық. Үндемей жүріп мықты шықтың-ау, Қажеке, дейді Асқар, екі езуі құлағына жетіп. Мұндай қыз тіпті Асылханның да қолына түспеген болар. Қалай дейсіңдер? Бұл сөз Асылханның жүрегіне шық ете түсті білем, сұрланып кетті де, атақты ұры аштан өліп, жымсыма ұры мал жепті деген ғой жігітім, деп күлген болды. Бірақ онысы күлкіге ұқсаған жоқ. Түсі бұзылып, жақ еттері дір-дір етті. Бұл не деген сөзің? Едәуір ішіп алған Асқар жастықтан басын жұлып алды. Қажымды кім деп жүрсің сен? Оның ең жақсы қызды алуға хақысы бар. Өмір бойы жүрегіне дақ түсірмей, өзін адал ұстап келген кімің бар? Кәне? Әйел жөнінде Қажымның сыбағасы сол күйінде тұр. Асылхан Асқардан жасқанатын. Өткенде бір рет Асқардың оны аздап ұшықтап алғаны да бар. Сол есіне түсті ме, сөз таластырмай, одеялын бүркеніп, теріс қарап жатып қалды. Күндер осылайша өтіп жатты. Май айының майда қоңыр кештерінде Шекермен қол ұстасып Қажым жүрді. Бір жолы оның былай дегені бар. Алматы көктемі қандай әсем. Бұрын неғып байқамағам, көкірек көзім енді ашылғандай. Биылғы бұлбұл үні де маған соншалықты түсінікті, таныс секілді. Осынау жарық дүниеде өмір сүру қандай тамаша. Бірақ амал қанша, оның бұл мерекесі ұзаққа бармады. Жаздық емтихан жақындап, әркім өз қамымен кеткен бір шақ болатын.
Кітапқа үңіліп бөлмеде жалғыз отырғам. Бір уақытта иіні түсіп, салы суға кеткендей боп қажым келді. Шүберектей қуарған өңін көріп шошып кеттім. Бәтір-ау, саған не болған? Түсің өзгеріп кетіпті ғой. Бәрі бітті, деді ол, ауруы жанына батқан адамдай қинала тістеніп. Не болды? Айтсайшы деймін, дегбірім қалмай. Қажым сұрама дегендей қолын сермеді. Не де болса бір сұмдықтың болғаны анық. Қайғына арақ басат дегенді естуім бар. Кел, мынаны қағып ал, деп столға шақырдым. Қажым іркілген жоқ. Қырлы стаканға толы ақ арақты дем алмастан тартып жіберді де, мынауың ақыл болды-ау, деді тамсанып. Сарайым кеңіп сала берді ғой. Ол бірінші рет арақты сүйініп ішті. Ал енді айтшы әңгімеңді, не жағдай? Шекермен айырылысып келдім. Не дейді? Бір жолата ма? Бұдан кейін жолықпайтын болдық. Сүйген адамым бар дейді. Қойшы әрі, ондай ешкім жоқ еді ғой деймін, жамандыққа жормай. Бақталас бір мықтының табылғаны да. Қажым қинала күлімсіреді. Қой, әлден олай деп күдер үзбе. Жай бір көңіл күйі жоқ кезде барғансың ғой. Әлақ түсінісіп кетерсің, деп білгенімді айтып жатырмын. Ертеңіне Қажымды шекерге барып жолығуға көндірдім. Кешке театрға бармақ боп билет алдық та, қыздарға қарай жолға шықтық. Міне, Тастақтың бір тар көшесіндегі таныс үйге де жеттік. Қақпа алдында қарсы алған ешкім болмады. Бұрынғыдай жайраңдап жүгіріп шығатын шекер жоқ. Шынжырын жұлқылаған қасқыр ит арс-арс етіп қораны басына көтерді. Үйден көзілдірік киген қатпалау кемпір шықты. Келіп кетіп жүргенде талай рет отынын жарып беріп, рахметін алғанбыз. Бізді танып итіне зекіп тастады. Шура үйде жоқ, деді кемпір. Біздің бұйымтайымызды айтқызбай біліп. Қайда кетті екен, білмейсіз бе? Кім білет, маған айтама. Жалғыз кетті ме? Не десем екен? Кемпір қипақтап қалды. Оған енді жаңа біреу келіп жүр ғой, сонымен кетті. Кемпірге қош айтып көшеге шықтық. Мәселенің мен ойлағандай жеңіл-желпі еместігіне көзім енді жетті. Айтатын ештеменің ретін таппай қипақтап Қажымға қараймын. Сұмдық-ай, қалай жүдеген өзі, сүзектен тұрғандай. Бір күннің ішінде қартайып кеткендерсің. Көзі жасаурап, темекіні үсті-үстіне тартып келеді. Бір уақытта қиналып қайтесің болады, деді маған өзі көңіл айтып. Таңданатын не бар, мұндай оқиға аз ба өмірде? Тек сезімнің алдағаны қиын екен. Әлдегімді пір тұтып табынасың. Қиялдың ғажайып көркіне бөлеп көкке көтересің. Сүйесің жан-тәніңмен. Кенет әлгі әулие санаған адамың жай бір пенде болады да шығады. Жаныңа бататыны осы ғана. Көкірегінде лықсып жатқан қалың ойдың бір бунағын осылайша сыртқа шығарды да, Қажым тастай бекіп алды. Енді одан дерек алу қиын. Тек сыртқы қияпатынан өзімен өзі арпалысып келе жатқаны байқалады. Билетті қайтеміз, дедім бір кезде спектакль есіме түсіп. Құдай үшін, мені оңаша қалдыршы, деді Қажым өтініп. Театрға өзің барып қайт. Осыны айтып, ол басқа көшеге бұрылып кетті. Қалтаны қағып сатып алған 4 бірдей билетті өлтірейін бе? Асығыс театрға қарай ұштым. 3 билетті өткізіп, қалған біреуімен өзім ішке кірдім. Әйгілі еңлік кебек жүріп жатыр. Бақытсыз махаббат құрбандарына кемінде 10-шы рет көз тігіп отырған шығармын. Тағы да сол күңіренген қобыз үні шығады. Құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлан қайтып күн көрер. Аяғы жоқ, қолы жоқ, жылан қайтып күн көрер деп Асан абыз сарнайды. Қос ғашық сыры неге екені белгісіз, маған осы жолы тым етене, жақын болып сезілді. Сахнадағы еңлік пен кебекке қарап отырып, әртүрлі ойға кетемін. Қандай асыл жандар. Қара түнек заманға қарсы шапқан неткен ерлер еді. Жас жандарын қиса да, махаббатты өлтірмей сақтап қалды ғой олар. Сол махаббаттың шылбыр тізгіні қолымызға тигенде, мына біздікіне жаным-ау. Жұдырықтай жүректі басқара алмай, қайғыны қолдан жасап жүрген жоқ бекен біз осы. Бірінші акт аяқталып, жұрт үзіліске шыға бастады. Екі-екіден қолтықтасқан елге қарап, фойеде темекі тартып тұр едім. Кенет қарсы алдымнан шекердің маңдайы жарқ ете түскендей болды. Иә, дәл соның өзі. Қасында жігіті бар. О, тәңірім, кімді көріп тұрмын ей? Асылхан ғой мынау. Мен не істерімді білмей, жұрттың тасасына тығыла бердім.
Тұла бойымды қорқынышқа ұқсаған бір сезім билеп кетті. Бір тәуірі олар мені көрген жоқ. Шекер наздана жымиып, бірдеме айтып келеді. Асылхан бір сөз айтып еді, қыз оның иығына асылып, сықылықтай күлді. Екеуі қол ұстасқан күйі буфетке қарай өте берді. Бұл дүние не боп барады, апырау. Өз көзіме өзім сенбей, сенделіп тұрып қалдым. Алқымыма бірдеме тіреліп, көзіме жас толып кетті. Әттең, Шекер-ай, сен де Асылханның тырнағына ілініп пең. Қайран қажымды кімге айырбастағаныңды білесің бе деймін, жүрегім қанжылап тұрып. Спектакльдің соңына қарағым келмеді. Жылысып сыртқа шықтым да, басым ауған жаққа кете бардым. Салқын кеште көше кезіп бірталай жүрдім де, жатақханаға қайттым. Бөлмеге келсем, қажым жалғыз екен. Екі қолын жастанып, төсектің үстінде шалқасынан жатыр. Екі көзі төбедегі бір ноқатқа қадалып қалған. Кірпік қақпайды. Неге ерте келдің? Театрға кірмедің бе? Деді ол, жатқан күйі қозғалмастан. Жалғыз кіргім келмеді. Басқа не демекпін? Көрген білгенімді бастан аяқ баяндайын деп бір тұрдым да, дереу бас тарттым. Кейін біле жатар. Жас шарасын тырнай беріп керегіне. Ол сол бетінде ұзақ жатты. Қиналып жатыр ғой. Анда-санда жаралы жолбарыстай ыңыранып, бір бүйіріне аунап түседі. Шешініп жатсам да көпке дейін ұйқым келмеді. Қажымды ойласам қабырғам сөгіледі. Өмірде бәрін жасап, бәрін тындырып жүретін осындай бір бейнетқор адамға рахат пен ләззаттан тым аз үлес тиетінін ойлап қатты назаландым. Енді бірде басыма мынадай да ой келді. Әлде Асылханға барып, сауған болсын ағатай, Шекерді енді жайына қалдыра көр деп жалынсам бекен? Жоқ, оның алдына барып бас игенше өлген артық қой. Онан да Шекерге барып, бар жайда айтсам болмай ма? Аянатын не қалды? Асылханның бетін шиедей ғып бір әшкерелейін. Достық ниет білдіріп, пәледен қорғап қалсам, мүмкін Шекер қайта ораларда. Сонан кейін не болды деп ойлайсыңдар? Мен бейбақ беттің арын белбеуге түйіп, Шекерге бардым-ау. Өзін әбден жақсы көріп кетіп ем, жамандыққа қимадым. Арамзаның аузынан арашалап алғым келді. Таңертең орнымнан тұра салып, үкідей ұшып жетсем, Шекер ерте тұрып, қорадағы алма ағаштың саясында сабақ оқып отыр. Үстіне гүлді халат киіпті. Жаңа шыққан күн сәулесі қыздың жүзін қызыл шұғылаға бөліп нұрландыра түскендей. Мен қасына жетіп отырғанда Шекер селк етіп үрейлене қалды. Сұлу мойнын иіп, үріккен аңдай одырая қарады. Менен бір оқыс хабар күткен сыңайы бар. Болат, сен екенсің ғой, деді түсін жылытып. Неге ерте жүрсің, жай ма? Сенде бір тығыз шаруан болып. Иә, ол не шаруа? Деп қыз дегбірсіздене түсті. Асылханмен қажым қақтығысып қалды ма деп алаң боп отыр ғой. Соны сезіп сөзді тікесінен бастадым. Шекер, сен Асылханмен кездесіп тұрасың ғой, солай ма? Қыздың бетін жұқалаң қызыл бояу шарпып өтті. Бірақ көзін тайдырған жоқ. Иә, оны неге сұрадың? Деді үрейленіп. Жай, бірақ бұдан бұлай одан бойыңда аулақ салсаң деп едім. Ол сені орға жығады ғой. Шекер, әлі де ойланшы. Тәйрай деген кісіше қыздың өңі құлпырып сала берді. Қуанышын жасырмай, сол ма келген жұмысың? Деп сыңғырлай күлді. Онда ізіңше қайта бер, ақылың өзіңе. Мен жалмажан Асылханның қандай адам екенін айта бастадым. Бұған ешқашан үйленбейтіндігін, бір бұл емес, талайды сорлатқанын, қажымның қасында оның тіпті адам емес екенін дәлелдеп жатырмын. Бірақ текке арамтер болыппын. Бір қарасам Шекер мені оқты көзімен атып, жирене қарап тұр екен. Сен де жігітпін деп жүрсің-ау, деді маған өшіге қарап. Біреудің сыртынан өсек айтуға қалай ұялмайсың? Білем оны неге жамандайтыныңды. Көре алмайсыңдар. Іштарлықпен айтып тұрсың. Қаным бұрқ етіп басыма шапты. Бұлай болар деп кім ойлаған? Тұтқиылдан тиген соққыдан есеңгіреп қалдым. Енді сөз қылатын түк те қалған жоқ. Үмітім үзіліп, тауым қайтып қалды. Жарайды ендеше, мен қарызымнан құтылдым. Бірақ қашан айттың деме, түбінде өкінесің. Дедім де сырт айналып жүре бердім. Мен үшін қам жемей-ақ қой, сенің алдыңа жылап бармаспын, деп Шекер де дауыстап қалды. Осы оқиғадан кейін біз ол жаққа аттап басқамыз жоқ.
Тек арада бірнеше күн өткенде шекерді тауға алып барғандағы қызықтарын Асылханның желдей есіп айтып отырғанын естідім. Істің немен тынғанын қажым да білді. Алғашқы махаббаты ғой, оңай дейсің бе? Есіл азамат талайға дейін салғырт боп жүрді. Бірақ ол нағыз еңбек адам еді ғой. Көптен соң өзінің тынымсыз тіршілігін қайта тапты. Бар өшін кітаптан алатындай оқу залынан шықпайтын болды. Бақталасынан өш алуды қажым ойлаған да жоқ. Тіпті Асылханның мұрнын бұзбақ болған Асқарды өзі басып тастады. Курстағы басқа жігіттер де желігіп, Асылханды жиналысқа салмақшы болды. Көпшілік орта қалса түтіп жіберетіні сөзсіз еді. Бірақ қажым бұған да көнбеді. Сірә өзінің пәк сезімін көрінгенге кергілетіп, кірлеткісі келмеді-ау деймін. Шекерді содан қайтып көре алмадым. Бірнеше айдан соң оны тастап кеткенді. Кейін сырттай оқуға ауысып, жас баласымен ауылына кетті деп естідім. Кім білет, ендігі ол да оқуын бітіріп, бір жерде үйлі баранды боп отырған болар. Кейін жігіттердің тағдыры не болды дейсіңдер ме? Иә, олар да оқуларын бітіріп, елге кеткен. Қажым қазір өз облысында пединститутта сабақ береді. Жақында докторлық қорғау қамымен Алматыға келіп қайтты. Бертінде 2 баласы бар бір келіншекке үйленген екен. Сонымен тату-тәтті тұрып жатқан көрінеді. Асылхан оңтүстік жақта болатын. Өз мамандығын тастап, сауда жағына кетсе керек. Овощ жеміс қоймасының білдей меңгерушісі. Өткен жылы вокзалда кездестірдім. Барнауыл жаққа бір вагон алма кетіп бара жатырмын дейді. Сол баяғы қалпы, иненің көзінен өтеді. Ал қыздар, мен куәсі болған бір махаббаттың тарихы осылайша көңілсіз аяқталды. Бұған кінәлі кім екенін өздерің айтарсыңдар. Мен тек дүниеде ізгі жүрек адамдардың да бар екендігін естеріңе салмақпын. Өмірге тұтқа боп тұрғандар солар. Ал енді махаббатқа шек келтіре көрмеңдер айналайын. Махаббат та бір бақыт құсы ғой. Амал қанша, өзіміз сол құстың басымызға қонғанын сезбей қаламыз да, пыр етіп ұшып кеткенін бірақ біліп жүреміз. Құрметті тыңдарман, егер осы әңгімені соңына дейін тыңдасаңыз, сізге ұнаған деп түсінемін. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бұл сізге оңай, ал мен үшін үлкен шабыт. Рахмет.